2009 жылдан бері Назарбаевтың жеке меншік банктеріне 9 триллион теңге көмек берілді. Назарбаевтың меншігінде болған бір ғана банкке соңғы 1-2 жылда үкімет 1,3 миллиард долларды тегін берді. Ал халыққа көмек беріп жатқан кім бар? Назарбаевтарға берілген ақшаны қайтарсын. Соның есебінен халыққа бір реттік несиелік амнистия жариялануы тиіс. Елді кедейліктен, жоқшылықтан құтқаратын кез келді. Мен, Иманбаева Инга, дәл осы мәселені парламентте көтеруге, соны билікке орындатуға дайынмын. Халықты несиелік қамыттан құтқарамын. Біз бәрін өзгертеміз. Біз бәрін өзгертеміз.